Армысыздар достар, мен бүгін Атамекен бизнес арнасына барып, ұлттық банктың базалық пайызын 18%-ке көтергені жөнінде ток-шоуға қатысып келдім. Жалпы бұл енді ақша қымбаттайды, кредит алу қиынға соғады деген осы сияқты мәселелерге бойынша талқы болды. Бұл жерде сіздерге бір алдымен осы қазақшалап ұлттық банк не істейді деген бір нәрсені бір түсіндіре кетейінші. Өйткені осы тура қазақтың жалпақ тілімен ұлттық банктың функциясын түсіндірген осы бір экономистті мен көрген жоқпын. Ұлттық банк дегені ұлттық банк орталық банк, яғни әр елде әртүрлі аталады орталық банктері. Бізде ұлттық банк деп аталса, Қытайда халық банк деп аталады оның орталық банкі. Америкада федерациялық резерв қоры деп аталады. Сол сияқты әр мемлекетте әртүрлі аталады. Соған байланысты біздің орталық банкіміз біздің ұлттық банк, яғни дербес ақша саясатын жүргізетін, мемлекеттің ақша кредит саясатын жүргізетін орган ол. Тікелей президентке қарайды. Ол өкіметке бағынбайды. Сонда ұлттық банк не істейді? Ұлттық банк дегеніміз жалпы бүкіл осы банктердің банкі, яғни банктерді басқаратын орган, сонымен бірге ақшаны оптым көтерме бағамен екінші деңгейлі банктерге тарататын банк. Міне осылай түсінсек болды. Ұлттық банк біз ақша неге қымбаттап кетеді, неге арзандап кетеді деген кезде кредиттің әңгімесі бәрі ұлттық банктың саясатына барып саяды. Егер экономикада қызып кетсе, экономика қатты көтерілсе, сосын ары қарай баға шарықтап кетсе, инфляция болып кетсе, онда ұлттық банк араласады. Ұлттық банк араласады да экономикаға ақшаны қымбаттатып жібереді. Яғни базалық пайызын, базалық мөлшерлемесін өзінің жаңағы оптым сататын бағасын жоғарылатып жібереді. Ең қарапайым тілмен айтқанда, бұрын 10 теңге болса, әзір 18 теңгеге көтеріп жібереді тауарының бағасын. Сол сияқты сол арқылы енді оны екінші деңгейлі банктер оны алады да, сосын тұтынушыға, бизнеске кредит қылып таратады. Ал енді олар ортадан пайдасын көреді. Ұлттық банктен 18-ден алса, бізге 28-ден, 23-ден, 24-ден әр банк өзінің жағдайына қарай сөйтіп таратады. Сосын оның жаңағы несіне, тәуекелдеріне екінші деңгейлі банк өзі жауап береді. Сондықтан оны екінші деңгейлі банктың тәуекелге жауап бергені үшін, ортада жұмыс жасағаны үшін, ол өзінің процентін қосады. 18-дің төбесіне процентін қосып пайдасын алады. Сонымен бірге бүкіл депозиттің барлығын, халықтың банкке қойған депозитін өзіне сақтайды да, содан кейін оны қайтадан кредит таратады. Бірақ сол кредит қып тарататынның бір бөлігін ұлттық банк өзі қайтарып алып қояды. Қор ретінде резерв, міндетті резерв қоры деп қояды. Яғни резерв пайызы. Ол ұлттық банктың сол міндетті резерв пайызының өзі ұлттық банктың бір инструменті, құралы. Ақша кредит саясатын жүргізетін ұлттық банктың екі түрлі құралы бар. Бірінші негізі базалық пайыз, базалық мөлшерлеме. Екінші жаңағы резерв, міндетті резерв коэффициенті қоры деп қояды енді. Соны көтереді да, көтерген кезде ақша қымбаттайды. Демек, экономикада ақша азайғаннан кейін сол ақшаға сұраныс артады да, ұлттық валютаның құны тұрақтанады, болмаса ол қайтадан нығаяды. Ал егер ақша оңай алынатын ақша нарықта көбейіп кететін болса, ол әрине көп заттың құны болмайды да арзандап кетеді. Сосын теңге құнсызданып кетеді. Бұнда тек қана енді ұлттық банктың, біз қарапайым тілде ұлттық банктың екінші деңгейлі банктың арасындағы қатынасты түсіндіру арқылы осы біз теңгенің құнын қалай сақтаумен, қалай көтеруді түсіндіріп жатырмыз. Сол. Демек, біз ең алдымен ұлттық банктың функциясын біліп алсақ, сол кезде ғана біз осы теңгенің құнының өсуі мен түсуі, кредиттің процентінің көп болуы мен аз болуын соны түсінетін боламыз. Әйтпесе, ол екінші деңгейлі банктерді оны біз боқтай бергенімізбен, ол мәселе екінші деңгейлі банк өз алдына ол мәселені шеше алмайды. Өз алдына сенің кредитіңді жауап бере алмайды. Өз алдына кредиттің пайызын төмендете алмайды. Екінші деңгейлі банк ортадағы делдал. Ең басты мәселе ұлттық банкта тұр. Сол.
Сол үшін біз ұлттық банк пен екінші деңгейлі коммерциялық банктердің қатынасын дұрыс түсінсек, осы біздің теңгенің жағдайын дұрыс түсінеміз. Яғни өзіміздің ұлттық валютаның жағдайын неге түсіп өсіп жатыр, неге бізде инфляция баға көрсеткіші жоғарылап жатыр, сол сияқты мәселе зат бағасы неге шарықтай береді. Сол мәселенің тікелей анау судың басы ұлттық банкте жатыр. Ұлттық банкте. Ал енді өкімет ұлттық банктен бөлек ол өз алдына саясатын жүргізеді. Өкіметтің араласатыны не? Өкіметтің араласатыны экономиканы қалай дамыту, инвесторды қалай шақыру, өндірісті қалай жолға қою, сол сияқты күнделікті жұмыстардың бәрін өкімет істейді да, ақшаға байланысты нәрсені ұлттық банк істейді. Біз осыны дұрыс түсініп алуымыз керек ең алғаш.